Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tağalaga maqtaularımız, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavatlar bolğay. Allah Tağala sizlerмен bizlerдің өмірге келуімізге себеп болған ата-аналарымыздың тіршілігінде Алланың жақсылығы, өмірден қайтқандарына Алла Тағаланың мейірім, рахмы болған болсын. Бүгінгі мынау тақырыбымыз жалпы мазақтау, біреуді мазақ етудің үкімі. Жалпы ислам діні адам баласын бір-біріне құрметпен қарап, жақсы сөз айтуға, бір-біріне мейірімді болуға шақырады. Ал біреуді мазақ ету, кемсіту, күлкіге айналдыру бұл мұсылманшылыққа лайықты іс емес екен ағайындар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бір халық екінші халықты мазақ етпесін, бәлкім олар жақсырақ шығар деп Хужрат сүресінің 11-ші аятында айтқан екен. Шынында біреуді келеке, күлкі қылу, біреуді мазақ ету, немесе ол бір жақтырмайтын жаман лақабаттармен шақыру, бұл ағайындар шын мәнінде біреудің бір кісінің екінші бір кісіге азар болып есептелінеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабаларына шынайы мұсылман кім деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары шынайы мұсылман мынандай деп әртүрлі айтып жатқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынайы мұсылман ол сондай өзге біреуге қолымен де тілімен де азар бермейтін адам деген екен. Міне сол себептен ағайындар, сіздер мен біздер бір кісіге мейлі қолымызбен болар, мейлі тілімізбен болар, оны кемсітіп келеке қылу, немесе оны мазақ етіп күлкіге айналдыруға ақымыз жоқ. Неге? Өйткені бұндай жағдай болғанда адамзат баласының бір-біріне деген жек көруі, немесе бір-біріне деген өшпенділігі артып, ақыры Алла сақтасын, бір-бірінен кек алуға дейін де алып бару мүмкін. Сол себептен де бір кісінің біздер мазақ етуменен оны кемсітуге, бұл дінімізде де халқымыздың ағайындар айтқан өнегел өсиеті көрсеткен жолдарында да бұл дұрыс көрілмеген. Өйткені халқымызда күлме досқа келер басқа дейді. Сіздің бүгін бір кісіден көріп, оның кемшілігі мазақ етіп күлсеңіз, ол қайтар дүние ағайындар. Сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман адамды сипаттағанда ол қолымен де, тілімен де екінші бір мұсылманға азар бермейтін адам деген екен. Жалпы адам кейде біреуді мазақтау немесе мазақ етуде ол өзінің сол деңгейден де төмен екендігін көрсетеді. Біз біреуге мүмкін күлу үшін, біреуді күлдіру үшін, немесе біреудің ар-намысына тию үшін осындай бір әрекетке, әдепсіздікке барып атсақ, ал енді ол сол адамның өзінің деңгейінің одан да төмен екендігін көрсетеді. Неге? Өйткені ақыл есті, ой парасатты, пайымы күшті болған адам бұл ондай әдепсіздікке бармайды екен ағайындар. Алла Тағала жақсы сөздерімізді, бір-бірлерімізді жақсы атпен шақыруды нәсіп еткен болсын. Алла иман, ислам менен елімізді тыныш, халқымызды аман етсін.